Сәлем, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Бүгін менде заказ шаңырақ деген тойханада болады. Біләл деген кішкентай бүлдіршіннің бүгін бесік тойы, соған біз оформление жасауға кетіп бара жатырмыз. Как всегда, потайной ходтан кіреміз. Негізі барлық тойхананың өзінің черный ход болады ғой, служебный ход дейді ғой. Бүгін Арслан деген көмекшім екеуміз ғана, бүгін мобилограф жоқ, видео түсіріп жүретін, сондықтан өзім енді қолымнан келгенше түсірдім енді. Мобилографын түсіріп жүргенге үйреніп қаппын ше, өзім бір түсіре қалайын деп едім. На телефонды қисып қойып қойған байқамағам да ғой, шетінде тұр екен ғой, біз анық көрінбегенбіз да. Енді амал жоқ, енді мобилограф жоқ деп түсірмей қоюға да болмайды, түсіру керек. TikTokқа видеоны салуым керек, әрбір видеомды салғым келеді, бірақ көп видеолар салынбай қалып жатыр, түсірілмей қалып жатыр. Комментарийде осы заттың барлығын клиентке тастап кетесіз ба деп сұрап жатыр екен, соған жауап бере кетейін. Жоқ, бұл бізде баннеріміз многоразовый, каркасымыз многоразовый и зажимдарымыз клиентке тек қана шары и мынау жабыстырып жатқан жазуымыз ғана қалады. Қалған баннерін, темірін, зажимдарын, светтерімді алып кетемін той біткеннен кейін клиент хабарласады той бітті деп. Сосын барлық заттарымды жинап алып кететін боламын. Егер баннерда баланың немесе қыздың суреті болсын дейтін болса, сәл бағасы қымбаттау болады, бірақ баннер сол клиентке қалатын болады. Ал егер оформлениеміз гүлмен болатын болса, ол кезде уже ештеңе клиентке қалмайды, тек қана жазуын алып қалам десе жазуын алып қалады, қалғаның заттың барлығы просто аренда есебінде болады. Тағы да түсінбей жатқан жерлеріңіз болса, маған комментарийға жаза кетіңіздер, мен сіздерге осылай видео арқылы жайлап бірме-бір жауап беретін боламын. И давайте сіздермен бір ойын ойнап тастайық. Мен сіздерге қазір бір жұмбақ жасырамын. Дұрыс жауабын YouTube каналға жазу керек. Осы видеоны мен YouTubeға салатын боламын. YouTubeға тіркеліп, лайк басып, и дұрыс жауабын тапқан адамға мен ақшалай 2000 теңге Каспине лақтыратын боламын. Мұқият тыңдаңыздар. Жіп-жіңішке денесі, ортасында шегесі. Бұл не? Негізі жауабы оп-оңай, бірінші тапқан адамға 2000 теңге Каспине. Сіздерді былай да YouTubeқа тартып жатым, тартылмай жатсыздар ғой, тартылсаңыздаршы YouTubeқа қарай. Қорықпай тіркеле беріңіздер, сіздерге пайдасы болмаса зиян жоқ, ертең айлыққа шығып алайын, жуамыз от души. Ал бүгінгі фотозонамыз осылай болды, сіздерге қалай ұнады ма? Ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.